Сәлем баршаңызға, сіздермен өнер. Мен көптен рецепт салмай кеттім. Бүгін сіздерге сырный рулеттің рецептісін ұсынатын боламын. Алдымен сырымызды, жұмыртқамызды, манный круппамызды және майонезімізді тісімізге салып араластырып алатын боламыз. Енді үстіне сары краситель қосамыз. Егер қанық түс шығарғыңыз келсе, бір красительді түгел қолдансаңыз болады, немесе гелевый түрінде қолдануға болады краситель. Мен қолымдағы бар красительді қолдандым. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осылай күрекшенің көмегімен асты үстіне араластырсаңыз, бізде осындай масса шығады. Енді массаны пешке табамызға орналастырамыз. Ол үшін бізге арнайы покланның қағаздары керек болады. Осы қағаздарды қолдансаңыз, тамағыңыз жабыспай піседі. Барлығын табаның бетіне орналастырып, шет-шетіне жеткенше жағып шығамыз. Дайын болған массаны духовкаға жіберіп пісіріп аламыз. Енді арасына салатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 300 грамм фарш керек болады. Майсыз болғаны жөн, бірақ мен үйдегі бар фаршымды қолдандым. Фарштың үстіне тұзыңызды, бұршыңызды себуіңізге болады, және чеснок қосасыз. Содан кейін жуаны теркадан өткізіп салдым. Барлық қоспаларын қосқаннан кейін фаршты жақсылап араластырамыз. Сиырымыз духовкаға кетті, оны 10-12 минутта піседі. Піскен үстінде қолыңызды басып қарайсыз, сол кезде сыр қолыңызға жабыспау керек. Кішкене суытып аламыз. Суытып алғаннан кейін фаршты бетіне орналастырамыз және жақсылап ораймыз. Осылай ораймыз. Арасын тығыз қылып орағаныңыз жақсы. Піскен кезде бірігіп пісуі үшін. Мен сіздерге оралу жолын толықтай көрсеттім. Енді фольгамызды алып ішіне орналастырамыз. Жақсылап ораймыз. Екі жағын конфет тәрізді етіп түйеміз. Және осы фольганың сыртын тағы да екінші рет айналдырып ораймыз. Өйткені сырымыз ағып, немесе фарштың ішіндегі майлары ағып кетуі мүмкін. Сол себепті екі рет орап шығамыз. Екі жағын түйіп қоясыз. Дайындап алғаннан кейін қайтадан духовкаға салып 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аласыз. Өте дәмді болып шықты. Дастарханыңыздың көркін ашатын рулеттердің бірі болмақ.